Сәлем достар, бүгін біз тауық еті қосылған пирог дайындаймыз, яғни нан. Бұны кез келген сорпаның қасына ұсынсаңыз, өте тойымды тамақ болады. Мен мысалы бүгін кешкі тамаққа сорпа істеймін, және қасына осы тауық еті қосылған пирогты бірге ұсынамын. Кісілердің барлығына ұнайды деген ойдамын. Сонымен бастаймыз. Бізге қажетті нәрселер: 800 грамм тауық еті, бір бас сарымсақ, бір басты түгел алдым. Жарты шай қасық қарабұрыш, 2 шай қасық құрғақ томат, паприка яғни, 1,5 шай қасық кориандр өте үгітілген, және жарты шай қасық имбирь, 3 пияз орташа, және 900 грамм ұн және сұйық май қажет бізге. Ең алдымен қамырдың дайындалу рецепті біздің арнамызда бар. Қамыр ашыту деген тақырыппен іздесеңіздер, сол видеоны көре аласыздар. Қазанымызды қыздырып, май құямыз. Май кішкене қызды, оған тауық етін салып, тауық етін сақтап, төрт бұрыштап турап алдық. Ет тартқыштан өткізіп жіберсеңіздер де болады. Тауық етін салып турамыз. Бұған дейін айтуды ұмытып кеттім, мен бір ас қасық көлемінде соя соусы қажет болады. Тауық еті сөлін бөліп, ағарып қуырғанша қуырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай ағарып қуырылып жатыр. Бірақ суы тартылған жоқ әлі. Дәл осы кезде біз барлық дәмдеуішімізді салып жібереміз. Кішкене су болыңқырап қалған сияқты, шалғау болып. Араластырамыз. Суы тартылғанша қуырамыз. Тауық еті қуырылып жатқанда біз сарымсақты үккіштен шығарып алдық, және менде кейбір бөліктері қалды. Үккіштен өткізуге кішкене ыңғайсыздық туғызған. Оны тауық етіне қосып қуырып жібереміз. Және қалағаныңызша тұз саласыз. Мен 1 шай қасық көлемінде салам, 1,5 шай қасық көлеміне дейін салуға болады, егер кішкене тұздырақты қаласаңыз. Су күйінде 7 минуттай қуырамыз. Суы тартуға жақын. Және біз пиязымызды үстіне салып, пияз жұмсарып, сөлін бөліп, сөлі тартылғанша тағыда 5 минуттай қуырамыз. Аса қатты тартылғанына, суы барынша тартылғанын күтпейміз. Себебі нанымыз пісіргенде ортасы құрғақ болып қалады, сондықтан біз аз ғана пияз жібіп, 5 минут, толық 5 минут істесеңіздер, қуырсаңыздар, сол жеткілікті. Егер сіздер тауық етін фарш етіп тартатын болсаңыздар, пиязын молдау қосқандарыңыз жөн. Себебі көлемін жояды ол кезде тауық еті. Сондықтан мен қазір 3 орташа пияз алған болсам, сіздер 4-5 орташа пияз алғандарыңыз жөн. Менің жұдырығымнан үлкен пияздар болды менде. 5 минут күтеміз. Ол тауық еті дайын болып жатқанда біз қамырымызды дайындаймыз. Пияз өзінің сөлін бөле бастады. Сол кезде біз 1 шай қасық көлемінде, немесе 1 ас қасық көлемінде соя соусын қосуды ұмытпаймыз. Себебі соя соусы қуырылып жатқан нәрсеге өзіндік бір ерекше дәм береді. Түсті де береді, дәм де береді. Тауық еті қуырылып жатыр. Енді тауық еті қуырылып жатқанда біз қамырымызды дайындап аламыз. Қамырдың дайындалу рецепті бұған дейін айтып өткендей, біздің алдыңғы видеомызда бар. Төменге сілтемені қоямыз. Сол сілтемемен басып өтулеріңізге болады. Қолыңызды кішкене майлап, немесе ұн сеуіп жіберіп іске кіріссеңіз болады. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігі кішкене үлкен, бір бөлігі кішірек.
кішірек бөлігін алып қаламыз да үлкенірек бөлігін жаямыз. Қалыбыңыздың пешіңізге салып пісіретін қалыптың көлеміне сәйкестеп жайып аласыздар. Мен оны ұзыншалап жаямын, төрт бұрыштап жаюға тырысамын. Тауық еті қуырылып болды. Пешті өшіріп суытамыз. Қамырымыздың бір бөлігін жайып болдық, және екінші бөлігінде дәл осы қалыңдықта біраз кішкене етіп жайып аламыз. Қамырларымыз дайын. Енді қалыбымызға май жағып, немесе пергамент төсесеңіздер болады, немесе силиконды, да мен қамыр жайып тұрған нәрсені арнайы біреуін осындай төсегіш етіп арнасаңыздар болады. Немесе кондитерлік дүкендерде көп реттік қолданылатын пергамент сатылады, тефлоновый деп аталады, қателеспесем. Соны сатып алып, жиі пайдалануға болады. Қамырымызды саламыз. Және оның үстіне менде аса суы қойған жоқ. Тауық етін салам. Қамырды шығарып алып, мен қайтадан жайыңқырадым. Және қайтадан жан-жағына дейін шығарып тұрып салдым. Бұған дейін мен қамыр жаю барысында пешімді қыздырып қойған болатынмын. Бір тегіс етіп саламыз. Бұдан кейін бұған дейінгі үккіштен өткізген сарымсақты алып, бетіне жұқалап, әр жеріне салып шығамыз. Сарымсақ иісі мүңкіген, сондай дәмді ерекше пирог болады. Бұдан кейін келесі қамырды алып, қолымызбен созып жіберіп, себебі тұру барысында бұл да қысқарады. Өйткені қамырымыз өте созылмалы. Бетіне жауып, жиектерін бекітіп бастаймыз. Сәндеу барысы кішкене уақытты алып тұр. Бұдан кішірек қалыпқа істесеңіздер, төмен кәдімгі духовканың, пештің өзінің қалыбына ол кезде бұндай мәселе болмайды. Жиегі ал мына формада, мына қалыпта өте әдемі шығады, және жиегін бүріп шығамыз. Ішінен ауасы шықпай, әдемі қалыпта болғаны жақсы. Әрине бұл жерлері қазір көтерілгенде көрінбей кетеді, бірақ ашылмауына септігін тигізеді. Шанышқымен өрнектер салып жатады көбіне. Олай істеуге де болады. Енді бір қажетті нәрсе, жан-жағын бекітіп болдық. Енді ортасынан 2-3 жерден қақ ортасынан тесіктер жасаймыз. Себебі бір жағынан қатты көтеріліп, төменгі жеріне дейін кіріп кеткен сияқты. Осылай бірнеше тесік жасаймыз. Және 160-180 градуста қызып тұрған пешке жан-жағы қызарып піскенше пісіріп аламыз. Егер қаласаңыз, бетіне жұмыртқаның сарыуызын сумен араластырып жағуға болады. Мен бұны дәл осы сәтте жасамаймын. Көтеріліп, пісіп, қызара бастағанда пештен шығаруыма 1-4 минут қалған кезде ғана жағамын. Пирогымызды пештен алып шықтық, пісті деп айтсақ та болады. Енді кішкене жылтырап тұру үшін жұмыртқаның сарыуызын сумен араластырдым. Сүтпен араластырсаңыздар да болады. Тек қана жұмыртқаның сарыуызының өзін сумен араластырмай, немесе сүтпен араластырмай жағатын болсаңыздар, жұмыртқаның дәмі білініп қалады, сондықтан мен үнемі суға араластырамын. Және 2-3 минутқа пешке тығып аламын. Сонымен пирогымыз ұстауға болатындай суды түсіріп аламыз. Және бұдан ары қарай кесеміз. Негізі тегіс нәрсеге қойып кескендеріңіз жөн, ішінде кішкене сұйық сорпасы қалған болса, ол сыртына қарай ағады.
егер уақыттарыңыз болса, пісіріп болғаннан кейін 2 сағат көлемінде толық суығанша қойып қоятын болсаңыздар, ол өте ішіндегі артық сорпасын қамыр өзіне тартып, керемет дәмді болып тұрады. Сыртқы көрінісі осындай. Егер бір жерлерге түскі асқа немесе табиғат аясына шығатын болсаңыздар, осыны дәл осы пирогты пісірсеңіздер, өте тойымды. Кескен кездегі сарымсақтың иісі де өте керемет. Айтқанымдай сорпасы төгіліп жатыр, міне, кішкене. Егер толық суытатын болсаңыздар, ол сорпаны өзіне сіңіріп алады. Қазір біз дәмін көреміз. Астарыңыз дәмді болсын.